Тағы бір мысал келтіріп көрелік. Негізі мұндай мысалдарды оқығанда кез келген адамның осындай жағдайға тап болуы мүмкін екенін естен шығармаңыз. Р.В. Кроули Нью-Йоркте ағаш материалдарын сатумен айналысатын компанияда сатушы болып жұмыс істейді. Ол қар аттастай қатып қалған ағаш инспекторларына олардың қателігін түсіндіруге жылдар бойы тырысып келеді. Иә, оларды жеңген кездері де болды, алайда бұл жеңістері оған еш пайда әкелмеді. Өйткені, дейді Кроули, бұл инспекторлар бейсбол ойынының төрешілері сияқты аузынан шыққан шешімін еш өзгертпейді. Күндердің бір күнінде ол өзінің кезекті бір жеңісі фирманы $1000 шығынға батырғанын білді. Курсыма келіп қатысқаннан кейін ол енді инспекторлармен сөйлесу тәсілін өзгертіп, ендігәрі олармен дауласпауға бел байлайды. Нәтижесі қандай дейсіз ғой, оның айтқандарына құлақ түрейік. Бір күні таңертең кабинетімдегі телефон құлақ жарардай болып, тынымсыз шырылдай бастады. Телефонды көтергенімде ар жағындағы дауыс өзінің зауытына жіберілген ағаштардың ештеңеге жарамайтынын ашулана жеткізіп жатқан еді. Ол аздай бұл компания бізге тапсырыс беруін тез арада тоқтатып, ауласында жатқан ағаштарды дереу алып кетуімізді талап етті. Мәселе былай болған екен. Жүк көлігіндегі ағаштардың 4-тен бірі түсіріліп біткенде, олардың ағаш инженері жеткізілген ағаштың 55%-ның сапасы талапқа сай емес екенін айтады. Осыған байланысты олар ағаштарды қабылдаудан бас тартады. Мен тез жиналып сол өндіріске қарай жол тарттым. Келе жатып мәселені қалай шешсем екен деп ойланумен болдым. Әдетте мен бағалау ережелерін алға тартып, ағашқа қатысты жеткілікті білімі мен тәжірибесі бар инспектор ретінде ағаштың талапқа сай келетініне және олардың инспекторының ережелерді дұрыс түсінбегеніне келесі тараптың көзін жеткізуге тырысатынмын. Алайда осы жолы тренингте үйренгендерімді іс жүзінде қолданып көруге тырыстым. Зауытқа келсем, олардың сатып алу жөніндегі менеджері мен ағаш инспекторы ашудан жарылардай болып тұр екен. Мен ағаш артып келген көліктен ағаштарды түсіруін ары қарай жалғастыра беруін өтініп, өзім оларға үнсіз қарап тұрдым. Сосын инспекторға қарап, жарамсыз деп тапқан ағаштарды бір жаққа, жарамдыларын бір жаққа жинап қоюын өтіндім. Біраз бақылағаннан соң инспектордың кейбір ережелерді дұрыс түсінбегенін байқадым. Мысалы, біз жеткізген ағаш ақ қарағай деп аталады, ал инспектор қатты ағаш маманы. Ақ қарағай жайлы білімім одан көбірек болса да, мен оның ағаштарды сұрыптағанына қатысты еш қарсылық білдірмедім. Тек қарап тұра бердім. Инспектордың қатесі жайлы жақ ашпадым. Тек арасында қандай да бір тақтайды не үшін жарамсыз деп танығандығы жайлы сұрап отырдым. Оның фирмасына алдағы уақытта қандай ағаш жіберу керек екенін білу үшін сұрақ қойып отырғанымды түсіндірумен болдым. Сұрақтарымды қоя отырып, олардың өз талабына сай келмейтін тақтайларды алып тастағаны дұрыс болғанын айттым. Сөйтіп оның тілін тапқандай болдым. Арамыздағы мұз құрсау ақырындап ери бастады. Менің тарапымнан жайлап айтылған ескертулер нәтижесінде жарамсыз деп есептелген бұл тақтайлардың шын мәнінде олар сұраған деңгейге сай екенін, ал егер бұлар расымен жарамсыз десе, бұдан да жоғары сұрыпты тақтайларға тапсырыс беру керектігін ол іштей түсінгендей болды. Алайда мәселені тікелей талқылап жатыр деп ойлап қалмау үшін сөздеріме барынша абай болуға тырыстым. Ақырындап оның көзқарасы да өзгерді. Сөйтіп ол өзінің ақ қарағай жөнінде көп біле бермейтінін мойындап, көліктен түсірілген әр ағаш жайлы сұрай бастады. Мен оған ағаштардың олар талап еткен көрсеткіш бойынша жеткізілгенін жайлап түсіндіре отырып, олардың мақсатына сай келмесе, бұл ағаштан бас тарта алатынын да ескертіп өттім. Осылайша ол ағаштарды жарамсыз деп тапқан кезде және фирмасына қажетті сұрыпты таңдауда қате жібергенін мойындады.
Нәтижесінде мен кеткеннен кейін ол сапасыз деп тапқан ағаштарды қайта қарап, бәрін қабылдап, бізбен толық есеп айырысқан еді. Тек осы жағдайды ғана алып қарар болсақ, сәл ғана сыпайылық танытқаным, оның мінін көзіне шұқып көрсетпеуім компанияма айтарлықтай кіріс кіргізді. Басқалардың алдында беделіңнің түспеуі қандай байлықтан да артық екені белгілі. Бірде Мартин Лютер Кингтен өзі сияқты пацифист әуе күштері генералы, сол кездегі ең жоғарғы шенге қол жеткізген қара нәсілді офицер Даниэль Чаппи Джеймсті неге жақсы көретінін сұрағанда, ол былай деп жауап беріпті: мен адамдарды өз көзқарасымның тұрғысынан емес, солардың көзқарасы тұрғысынан бағалаймын. Сол сияқты бірде генерал Роберт Ли федерация президенті Джефферсон Дэвиске өзінің қол астында қызмет ететін бір офицерді жер-көкке сыйғызбай мақтайды. Бұл әңгімеге сырттай куә болып отырған тағы бір адам бұған қатты таң қалып, генерал соншалықты мақтап отырған адамының сіздің қас дұшпаныңыз екенін, шамасы келсе сіздің абыройыңызды төгуге дайын екенін сіз білмейсіз бе деп сұрақ қояды. Оны білемін, алайда президент мен жайлы оның пікірін емес, ол жайлы менің пікірімді білгісі келеді, дейді генерал Ли. Айтпақшы, менің бұл тарауда айтқандарым жаңалық емес. Қарсыласыңмен тез тіл табыс деген 2000 жыл бұрын Иса айтып кеткен болатын. Біздің жыл санауымыздан бұрынғы 2200 жылы Мысыр патшасы Ахтоя ұлына қазіргі кезде маңыздылығын әлі де жоғалта қоймаған керемет кеңес береді. Адамдармен мәмілеге келе біл, бұл саған мақсатыңа жетуге көмектеседі деген екен Ахтоя ұлына. Басқаша айтсақ, клиентіңмен, қосағыңмен немесе қарсыласыңмен сөз таластырма. Олардың қатесін бетіне басып, ашуына тиме, сәлде болса дипломат бола біл. Басқалардың пікіріне құрметпен қараңыз, сіздікі қате дегенді айтушы болмаңыз. Үшінші амал, қатеңізді мойындай біліңіз. Менің үйім Нью-Йорктың орталығына таяу орналасқан, бірақ үйімнен таяқтассам жерде Форест парк деп аталатын саябақ бар. Саябақ деп аталса да кәдімгі орман, жабайы ағаштарға толы. Колумб Американы ашқан кездегіден айтарлықтай өзгере қоймаған сияқты. Көктем кезінде онда бүлдірген бір жарып тиіндер ағаштан ағашқа секіреді. Биіктігі кісі бойынан асатын шалғыны адам жүргізбейді. Мен өзімнің кішкентай күшігім Бостон бульдогы Рекспен сол жерде қыдыруды әдетке айналдырған едім. Күшік сондай жуас, ешкімге залалы жоқ болғандықтан, адамдар көп жүрмейтін жерлерде мен оның қарғыбауы мен тұмылдырығын шешіп бос қоя беретінмін. Осындай бір күні біз кімге ұрынарын білмей жүрген полицейге кездесіп қалдық. Саябақта итті тұмылдырықсыз бос жүруге болмайтынын білмейсіз бе деп дүрсе қоя берді ол маған. Оның заңға қайшы екенін білуіңіз керек қой. Иә, білемін, дедім мен сабырлы қалпымнан айнымай. Алайда иттің иен далада біреуге залалы тиеді деп ойламаймын. Ойламаймын дейсіз бе? Заңға сіздің не ойлайтыныңыз қызық емес. Бос жүрген ит тиінді жеп қоюы немесе баланы қауып алуым әбден мүмкін. Осы жолы сізді жіберемін. Алайда келесі жолы бұл жағдай қайталанар болса, заң алдында жауап бересіз. Мен енді заң бұзбауға уәде бердім. Біраз уақыт бойы уәдемді бұзбауға тырыстым. Алайда сол тұмылдырықты екеуміздің де суқанымыз сүймейтін. Ақыры тәуекелге бел байлап тұмылдырықты шешіп тыңдық. Біраз уақыт бойы бәрі жақсы болатын. Бір күні әлгі қырсық полицей тағы да алдымыздан шықпасы бар ма? Рекс екеуміз жарыса төбешікке шығып бара жатқанбыз. Бір қарасам, сайтан алғыр заң төресі тура алдымызда тұр екен. Рекс те арсалаңдап тура алдынан шыға келді. Солай боларын білгенмін, ішім сезген, сондықтан полицейдің не айтарын күтпестен зуылдай жөнелдім. Сіз мені қылмыс үстінде ұстадыңыз, офицер мырза, кінәлімін.
Өзімді ақтауға бет жоқ. Өткен аптада итті бос жібергенімде көрсеңіз айыппұл салатыныңызды айтқансыз. Жарайды деп ақырын жауап берді полицей. Адам жоқ кезде итті бос қоя беру оған қаншалықты қуаныш сыйлайтынын мен білемін. Әрине қуанады деп іліп әкеттім мен. Бірақ заңға қайшы екенін де естен шығармағаныңыз жөн. Мынадай кішкене иттің біреуге залалы тие қоймас деп қарсы болды полицей. Солай ғой, бірақ ол тиінді жеп қоюы мүмкін. Байқаймын, сіз айтылғандарды жүрекке жақын қабылдайды екенсіз, деді сонда ол маған. Енді менің айтарыма құлақ салыңыз. Итіңізді бұдан былай анау төбенің ар жағында мен көрмейтін жерге серуендетіңіз. Осымен бұл жағдайды ұмытайық. Басқа адамдар сияқты бұл полицей де өзінің маңызын көрсеткісі келген еді. Оның алдында жазықты екенімді айта бастағанда, өзінің мәртебесін кең пейілділік таныту арқылы ғана сақтап қалуға болатынын ол түсінді. Ал енді өзімді ақтап алуға тырысып көрдім делік. Сонда не болар еді? Бұрын-соңды полицеймен сөз таластырып көріп пе едіңіз? Мен полицеймен дауласпай, оның талабы дұрыс екенін, өзімнің әрекетімнің дұрыс еместігін мойындай бастадым. Бұл алдын ала ойластырған әдіс емес еді. Шын ниетіммен мойындағанмын. Соның арқасында мен полицей менімен келісіп, мәселе еш қиындықсыз сәтті шешілді. Тіпті лорд Честерфилдтың өзі бір апта бұрын мені жауапқа тартуға дайын тұрған мына салт атты полицейдей кішіпейіл бола алмаған болар. Бәрібір де сөгіс еститінімізді білсек, сөгіс жариялауға дайын адамның алдын орап, өзімізді өзіміз сөккеніміз дұрыс емес пе? Басқа біреуден ұрыс естігенше, кемшілігімізді өзіміздің мойындағанымыз әлде қайда жеңіл. Қарсы алдыңызда тұрған адамның ойындағы сізге айтайын деп тұрған ескерту сөгістерінің барлығын бұл сөздер ол адамның аузынан шыққанға дейін өзіңіз айтып үлгеріңіз. Бұдан кейін қабылданар үкімнің сіздің пайдаңызға шешілетініне күмәніңіз болмасын. Офицер екеуміздің арамызда болған жағдай секілді кінәңіз толығымен кешіріледі деп ойлаймын. Өнер туындысын сатып алғысы келген ашулы қазымыр клиенттің тілін табу үшін жарнама суретшісі Фердинанд Уоррен осы тәсілді қолданғанды. Болған жағдайды әңгімелей отырып, Уоррен мырза жарнама және баспа үшін салынған суреттердің нақты болуы қажет екенін еске сала кетеді. Кей редакторлар өздерінің тапсырысының тез арада орындалуын талап етеді. Асыққан кезде қателердің болып тұратынын өздеріңіз де білесіздер. Осындай редакторлардың бірі жоқ жерде қате табуға тырысатын. Оның тарапынан айтылған әділ сын болса ашуланбайсың ғой. Бірақ оның тарпа бас салып, айқайлап жөнелетіні менің ашуымды келтіретін. Жақында оның осындай тағы бір шұғыл жұмысын орындаған едім. Іле-шала ол телефон соғып, кейбір жерлерде қате кеткенін айта келіп, тез арада жетуімді сұрады. Келген кезде жағдайдың тура өзім ойлағандай екенін не көзім жетті. Оның түрі өрт сөндірерлікте еді. Маған тиісуге тағы бір мүмкіндік тапқанына қуанып та тұрғандай болды. Осыны байқаған мен курста үйренгендерімді есіме түсіріп былай дедім. Мырза, барлығы да шынымен де сіз айтқандай болса, мен кінәлімін, мойындаймын. Сізбен көп уақыттан бері бірге жұмыс істеп келе жатқандықтан, сіздің нені қалайтыныңызды түсінетінім уақытым болды. Ұяттан өртенердей болып тұрмын. Содан кейін ол пікірін өзгертіп, енді өзі мені қорғауға көшті. Я, айтқаныңыз рас, алайда бүлінген ештеме жоқ. Бұл небәрі дей бергенде, мен оның сөзін бөліп, қатеңіз кез келген түрін зиян шектіреді. Жоқ дегенде ашу туғызатыны анық дедім. Ол сөзімді бөлгісі келіп еді, мен оған қарамадым. Мұндай мүмкіндік енді маған туа қоймасы анық. Өмірімде алғаш рет өзімді сынауға мүмкіндік алдым, және бұл маған қатты ұнады. Абай болуым керек еді. Сіз маған өте көп тапсырыс беретіндіктен сапалы өнім талап етуге толық құқыңыз бар. Сондықтан суретті қайта сызып әкелуге рұқсат етіңіз. Жоқ, ол не дегенің, деді ол қарсылық білдіріп.
Сізді қинағым келмейді, сөйтті де ол менің жұмысымды мақтай жөнелді. Суретті сәл-пәл ғана өзгерту керектігін айта келіп, мұның еш шығынды талап етпейтінін, түкке тұрмайтын қатеге бола сонша уайымдаудың қажеті жоқ екенін де қосып қойды. Осылайша өзімді кінәлағаным оның жанжалдасуға деген ынтасын қайтарып тастады. Соңында түскі асты бірге ішуге шақырып, қоштасарда төлемақымен қоса тағы бір тапсырыс берді. Дәтің жетіп, қателігіңді мойындай білудің өзі кейде қуаныш сезімін сыйлайды. Ол өзіңді кінәлі сезінудің, өзіңді ақтап алуға тырысудың алдын алады және қателіктің салдарынан туындаған қиындықты шешуге көмектеседі. Нью-Мексико штаты Альбукерке қаласының тұрғыны Брюс Харви қателесіп ауырып жатқан жұмысшының айлық жалақысын толық аударып жібереді. Қатесін байқаған кезде жұмысшыны шақырып алып, ауырып жатқан кезде жалақысын толық алуына байланысты келесі айда жалақының тек жартысы ғана берілетінін түсіндіреді. Жалақының жартысын ғана алу ауыр тиетіндіктен жұмысшы қайтарылу тиіс соманы бірнеше айға бөліп тастауын сұрайды. Харви оған бастығы рұқсат берген жағдайда ғана солай істей алатынын айтады. Бұл жағдайға бастығымның ашуланатынын мен білдім, дейді Харви. Алайда мәселені оңтайлы шешу үшін бастыққа өзімнің қателескенімді айтуыма тура келді. Сөйтіп бастығымның кабинетіне келдім де, оған жалақы төлеуде қателікке жол бергенімді тәптіштеп айтып бердім. Бұл кадрлар бөлімінің қатесі деп бұрқ етті ол. Жоқ, менің қатем деп қайталадым. Дұрыстап қарау керек болатын, деді ол да айтқанынан қайтпай. Мен де қатені жіберген өзім екен қайталап айтудан танбадым. Қате менің тарапымнан кеткенін мен айтқан сайын, ол кеңседегі барлық адамды кінәлап шықты. Ақырында маған тесіле қарап отырды да былай деді. Жақсы, бұл сенің қатең болсын. Онда жөнде, қате жөнделді. Ешкім де ыңғайсыз жағдайға қалмады. Мен де бас сауғалап сылтау іздеп кетпей, күрделі мәселені өз бетімше шеше алғаныма қуандым. Содан бері бастығым маған басқаша қарайтын болды. Кез келген ақымақ адам ақталуға сылтау таба алады, ал қатесін мойындау екенін бірінің қолынан келе бермейді және ол адамның мерейін өсіріп, абыройын асқақтатады. Айталық, Геттисберг түбінде болған Пикет шайқасында әскерінің жеңіліске ұшырауын тек өзінің ғана қателігі екенін тайсалмай мойындай білгені үшін генерал Роберт Ли ел есінде қалды. Пикет шайқасы тарихта батыс әлемінде бұрын-соңды болмаған ең үлкен, ең ауыр шайқас ретінде белгілі. Генерал Джордж Пикеттің өзі қандай еді? Оның шашының ұзындығы сонша иығына дейін жететін. Италия жорықтарындағы Наполеондай ол күн сайын соғыс алаңынан махаббатқа толы хаттарды үйіне үзбей жолдап отырды. Сол бір қарғыс атқыр шілденің ыстық күндерінің бірінде бас киімін шекесіне қисайта киіп, одақтастар шебіне қарай атой салған оған қошемет көрсеткен әскері соғыс алаңынан басына көтерген еді. Соңынан ерген әскердің көптігінен жер қайсады. Олар үзеңгілері бір-біріне соғысып, найзалары күнмен шағылысып, алға қарай маңғаздана жылжыды. Бұл бір көңіл толтырарлықтай керемет көрініс еді. Бұларды көрген одақтастар әскерінің өзі де атойласып жатты. Пикет әскері жеміс бағы және жүгері алаңдарын, көкмайса және сай жыраны артқа тастап, жанкештілікпен алға қарай ұмтылды. Оларды бұршақтай жауып, жарылып жатқан зеңбірек оқтары да тоқтата алмады. Кенет Ридж қорымының артында тасада ыңғайлы сәтті күтіп жатқан федералдық жаяу әскер қарсы көтеріліп, шабуылдап келе жатқан Пикет әскеріне үздіксіз оқ ата бастайды. Төбенің үсті қызыл қанға боялып, бір сәтте касапханаға айналып шыға келді. Құтты бір жаңартау атқылағандай болды. Бірнеше минут ішінде Пикет бригада командирлерінің тек біреуінен басқасы ажал құшып, 5000 әскердің 5-тен 4-і шайқас алаңында қаза тапты.
Осы кезде соңғы шепте келе жатқан генерал Льюис Армистед тас қоршаудан секіріп өтіп, қылышын сермей, көздеріне көк шыбын үймелетіңдер жігіттер деп айқайлайды. Олар солай жасады да, қоршауды бұзып өткен сарбаздар жау әскерін сүңгіге түйреп, мылтық сабымен бастарын жарып, Ридж қорғаны төбесіне оңтүстік туын тігеді. Алайда ту ұзақ желбіріп тұра алмады, дегенмен бұл жағдай конфедерацияның ең басты жеңісі ретінде тарихта қалды. Пикет әскерінің бұл шабуылы соғыстың аяқталуына негіз болды. Ли жеңілді, ол солтүстікті ала алмады. Ли бұны түсінді. Оңтүстіктің тағдыры шешілген болатын. Жігері құм болып, сағы сынған Ли қатты уайымдап, орнына жігерлі жастардың бірін таңдауын өтініп, конфедерация президенті Джефферсон Дэвиске өтініш білдіреді. Ли Пикет шайқасындағы жеңілісі үшін басқа біреулерді кінәлағысы келсе, ол сылтауды еш қиналмастан-ақ табар еді. Дивизия командирлерінің көбі оның сенімін ақтай алмады. Атты әскерлер дер кезінде келмегендіктен, жаяу әскерлер қолдау көрсетпеді. Сылтаулар тізімі осылайша анау болмады, мынау болмады деп жалғасып кете берер еді. Алайда генерал Ли сәтсіздігі үшін басқаларды кінәлауға бара қоятын адам емес еді. Ол өте мәдениетті болатын. Пикеттің әбден шаршап, қанға боялған әскерлері одақтастар шебіне қайта шабуыл жасаған кезде, Роберт Ли еш қаймықпастан оларға жалғыз өзі қарсы шығады. Бәріне мен кінәлімін, менің қателігімнен біз жеңілдік деген ой сол мезетте оның жанын жегідей жеген еді. Осылайша қатесін мойындауға батылы жеткен генералдар тарихта өте аз. Курсымызды Гонконгте жүргізетін Майкл Чун Қытай мәдениетінің біраз ерекшеліктері бар екенін және осы қағидаларды қолдану кейде ескі салт дәстүрлерге қарағанда көбірек пайда келтіретіні жөнінде айтып берген еді. Курс кезінде анашаға әуестігі үшін ұлы бас тартқан, қазір ол әдетінен құлан таза айыққан орта жастағы бір ер адам болыпты. Қытай дәстүрі бойынша үлкен адам бірінші болып қадам жасамайды, сондықтан ол ұлым кешірім сұрап, алдыма өзі келер деп үміттенеді. Курс басталған кезде ол қатысушыларға өзі ешқашан көрмеген немерелері жайлы, ұлымен қайта қауышуды қаншалықты қалайтыны жайлы айтып берген болатын. Оның курстастарының барлығы қытайлар болғандықтан, олар бұл адамның қалауы мен ескі дәстүр арасындағы қайшылықты жақсы түсінді. Ол жастар үлкендерді сыйлауы керек деп есептейтіндіктен, өз қалауына ерік бермей ұлының келуін күтумен болады. Курс аяқталуға жақын қалғанда ол курстағыларға былай дейді: мен мәселемні әбден ойластырдым. Дейл Карнеги қателессең қатеңді түзетуге асық деген, қатемді тез түзете алмадым, оны мойындауға батылым жетеді. Я, мен ұлымды ренжіттім, оның мені көргісі келмейтіні де, өмірінен бір жолата аластатқысы келетіні де жөн. Жас адамның алдына барып кешірім сұрау менің абыройымды айрандай төккенімен, қате менен болғандықтан оны мойындауым керек. Курсқа қатысушылар оған ду қол шапалақтап қолдау білдірді. Келесі күні ол ұлының үйіне барып, одан кешірім сұрағанын, ұлының оны кешіргенін, енді ұлымен, келінімен және немерелерімен бірге жаңа өмір бастауға бел буғанын қуана жеткізді. Элберт Хаббард адамның шамына тиер ащы сөздерімен халықты ашуландырып, көп қарсылыққа тап болған, басқаларға ұқсамайтын дара жазушы. Алайда өзіне ғана тән адамдармен тіл табыса білу қасиетінің арқасында оның дұшпандары лезде досқа айналатын. Мысалы, ашудан жарыладай болып отырған оқырмандардың бірі оның пәленше деген мақаласымен келіспейтінін айтып, Хаббардтың жер-жебіріне жетіп, оған тіл тигізетін кездер болды. Сонда Хаббард әлгі адамға былай деп жауап береді: жазғандарымды қайта ой елегінен өткізіп отырып, өзімнің де бұл айтылғандармен мүлдем келіспейтінімді байқадым. Кеше жазғандарым бүгін көңілімнен шықпай отыр. Сіздің бұл мәселе жайлы не ойлайтыныңызды білгеніме қуаныштымын.
Біздің жаққа жол түсіп жатса, маған соқпай кетпеңіз. Сол кезде бұл мәселені бірге талқылайтын боламыз. Сіз екеуміздің танысуымызға бұл жағдай жақсы сылтау болмақ. Ізгі ниетпен, Хаббард. Өзіңізге осылай жауап берген адамға не дер едіңіз? Айтқанымыз дұрыс болған жағдайда оны адамдарға жайлап жеткізе білгеніміз жөн. Ал қателессек, өзімізге адал болып, қатемізді тез арада еш қиналмастан мойындай білгеніміз дұрыс. Бұл тәсіл таңғаларлық нәтиже беріп қана қоймайды. Ол өзіңізді ақтағаннан әлде қайда қызығырақ. Жанжалдассаңыз ұтыласыз, үндемесеңіз үйдей пәледен құтыласыз деген мақалды ұмытпағаныңыз жөн. Үшінші қағида: қателессеңіз, қатеңізді тез және қаймықпастан мойындай біліңіз. Төртінші амал: жылы-жылы сөйлесең. Сезіміңізді тежей алмай ашуға ерік бердіңіз делік. Ойыңызды түгел айтып, бір жеңілдеп қалдыңыз. Ал сіздің ашуға толы сөзіңіз арналған сол бір адам жайлы ойлап көрдіңіз бе? Сіз айтарыңызды айтып, бір жеңілдеп қалғанмен, ол қандай жағдайда? Ол жеңілдік сезінді ме? Ашу ызаға толы дұшпандық көз қарасыңызбен ол келсе алар ма екен? Вудро Вилсон: сіз маған жұдырық ала жүгірсеңіз, өзімді қорғап, қарсы шабуылдайтын қол менен де табылады. Алайда маған келіп, бір-бірімізге неліктен ұқсамайтынымызды, даудамайдың себебі не екенін талқылап көрейікші десеңіз, салихалы сұхбаттан кейін бір-бірімізден айтарлықтай айырмашылығымыздың жоқ екенін, керісінше көп мәселеде көзқарасымыздың ұқсас екенін байқаймыз. Демек, шынайы ниет шыдамдылық болса, біз ортақ мәмілеге қол жеткіземіз деген екен. Вилсонның сөзі қаншалықты шындыққа жанасатыны кіші Джон Рокфеллер дәлелдеп берді. 1915 жылы Рокфеллерді Колорадо тұрғындары иттің етінен жек көретін. Ол кезде Америка өнеркәсібі тарихында 2 жылға созылған қарсылық акциялар салдарынан болған қанды қырғын штат тұрғындары әбден есеңгіретіп тастаған еді. Әбден ашуына мінген кеншілер Colorado Fuel and Iron Company басшылығынан жалақыларын көбейтуді талап етті. Ал бұл компания Рокфеллердің меншігінде болатын. Компания мүлкі талқандалып, ереуілшілерді басу үшін әскер шақырылды. Жер дүние қанға боялып, көтерілісшілерге қарсы атылған оқ оларды аяусыз қырып жатты. Жек көру мен ашу ыза санасын әбден жаулап алған жұмысшыларды Рокфеллер өз жағына тартуға тырысты, және дегеніне жетті де. Ол бұған қалай қол жеткізді? Оқиға былай болған екен. Бірнеше апта бойы жүргізілген келіссөздің нәтижесінде Рокфеллерге көтерілісшілердің өкілдерімен бетпе-бет сөйлесудің сәті түсті. Олардың алдында сөйлеген сөзі шешендік, өнердің нағыз үлгісі еді. Бұл оның айтарлықтай жетістікке жетуіне түрткі болды. Оның айтқандары Рокфеллерді жойып жіберуге дайын тұрған жұмысшылардың жеккөрінішін басты. Оның жақтаушылар, қолдаушылар пайда бола бастады. Оның келтірген дәлелдерді әркімнің көкейінде мықтап орнығып, ештеңеден тайынбауға бет алған жұмысшылар жалақы мәселесін қайта көтермей, жұмыс орындарына қайта оралды. Рокфеллердің сөзінен үзінді келтіруді жөн көріп отырмын. Оның айтқаны достық лебізге толы екеніне көңіл бөліңіздер. Рокфеллердің бірнеше күн бұрын ғана өзін дарға асуға дайын тұрған адамдардың алдында сөйлеп тұрғанын ұмытпаңыздар. Соған қарамастан Рокфеллер бұл адамдармен, миссионер дәрігерлермен сөйлескендей жайбарақат сөйлесті. Оның айтқандары: сіздердің алдарыңызда сөз алғаныма қуаныштымын. Көбіңізді әйел, бала-шағаларыңызбен таныспын. Біз осында бір-бірімізді бұрыннан білетін достар ретінде кездесіп отырмыз. Өзара достық сезімі, ортақ мүддеміз тек сіздердің қолдауларыңызбен ғана осында келу мүмкіндігіне ие болдым, деген сияқты тіркестерге толы еді. Бүгінгі күн менің өмірімдегі есте қаларлық керемет күндердің бірі деп бастаған еді сөзін сонда Рокфеллер.
осындай үлкен компанияның жұмысшы қызметкерлерімен, олардың өкілдерімен кездесіп тұрғаныма өте қуаныштымын. Сіздердің алдарыңызға келу мен үшін зор мақтаныш және оны өле-өлгенше естен шығармаймын. Кездесу 2 апта бұрын болғанда, мен көбіңізді танымаста едім және бөтен адамдай күй кешер едім. Өткен аптада оңтүстіктегі көмір шахталарына барып, басқа жақта жүрген жұмысшылардан басқаларының барлығымен жеке-жеке сөйлескеннен кейін және отбасыларыңызға барып, әйел бала-шағаларыңызбен тілдескеннен кейін, мен алдарыңызға дос, таныс адам ретінде келіп отырмын. Тура осы көңіл күймен біз бәрімізге ортақ мүддемізді талқылайтын боламыз. Өкінішке қарай, мен компания қызметкері де, жұмысшылар атынан да келген өкіл де емеспін. Тек сіздердің рұқсаттарыңызбен ғана маған мұнда келу бақыты бұйырды. Алайда мен акционерлер мен директорлар атынан келіп отырғандықтан, сіздерге қандай да бір қатысым бар деп ойлаймын. Бұны жылы сөйлеу арқылы дұшпаныңды өзіңе қаратудың айқын мысалы десек, қателеспеспіз деп ойлаймын. Рокфеллер басқа тәсілді таңдап алды деп ойлайық. Сөйтіп шахтерлермен ұрсысып, нақты жағдайды олардың көзіне шұқып көрсетіп, олардың қателерін бетіне басты делік. Тіпті олардың қателерін дәлелдеп бере алды деп ойлайық. Сонда не болар еді? Жұмысшылар одан бетер ашуға беріліп, жек көру сезімі ақылдарынан адастырып, жағдай ушыға түсер еді. Адам жүрегі ренішке толы. Сіздің алдыңызда өзін қолайсыз сезінер болса, ол ешқашан айтқаныңызбен келіспейді. Сізге үнемі реніш білдіретін ата-анаңыз, өктем бастықтарыңыз бен қазымыр күйеулеріңіз, сөзуар әйелдеріңіз адамдардың көзқарасын өзгертуді қаламайтынын түсінетін кез келгені сияқты. Сізбен немесе менімен келісуге оларды мәжбүрлеп көндіре алмаймыз, ал достық пейілмен жылы-жылы сөйлесек, оларға ықпал етуге әбден болады.